Ассалаумағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай? Көптен бері біз нарыққа шықпадық. Бүгін міне 2 қазан, точнее 3 қазанға ауысты. Біз қолдан келгенше қазір қойдың бағаларын білеміз, орталама, бірақ ең маңызды мақсатымыз бір жақсы қойды дайын кісіні тауып, содан қойды қалай таңдау керек деген видео түсіргімізге жатыр. Ал кеттік. Егістеріне сек қойлары бар, 100 мың теңге деп жатыр. Әттең есек қылмай қошқар болғандағы 130-ға кететін деп тұр ғой. Қошқарлар ма тұқымға дейсіз ғой? Жігіттер, мынау тоқтылар 27 дейді ауыпты мағамыз. Қошқарлар қанша мынау ақ қошқарға? Қайсы? Мынау тұрған, сіздің қасыңызда. Ақ қошқар ма? Оның ет қоянға енді бұны айуаны арзан беріп. Қаншаға беріп жатсыз? Бірақ артық сияқты. Ана басы қара Романовский ма? Басы қара қандай пароды? Иә. Ана Романовский деп айтатындар бар ғой. Оны қанша деп жатсыз? Әдемі екен. 95. Бүгін қайта жүрді қошқарлар азайып бағасы арзандапты ғой. Тур азырдан жақта 150-100. Мен бұрында түсінбейтін, неғына үстін бояп қояды деп. Негізі үстін бояп қояды, яда мына жердегі клетка дегенін бөлу үшін, или сатып алып кетеді ғой. Азанға дейін тұру үшін задарып беріп қояды да, меткі салып кетеді. Кесар дейді жігіттер, 150 дейді. Тұрмайды. Қай жақтан? Ауылда кім крутой соны көріп жатырмын. Мүйіз жоқ болса, бірақ осылай төбелесе беруге болады. Қошқар қанша? Арада бәрі қошқар. Білмеймін не үшін төбелесіп жатқандар. Меринос арқарыма типа. Менің бақытты адамды көргенім. Ақ бәрін дейіз отқан сияқты өтшеді. Бош, аяқ қолын көтер адам. Бош көтер алмай. Уақыт әргет тұрам. Не мешайте. Тек жартас 150-ден қошқарлар. Қошқарлар біраз сәл қымбаттау екен өткендегі қарағанда. Мынауың ірі ғой, әңгіме жоқ. Еділбай ма? Қазақ мы? Түркмен кесар. Мынау жіктер действительно 150-ге тұрады енді. Мініп алсаң бағында. Сатылып кет. Не, осылай сатылғанда осылай белгілі жіктер. Сатып алдық. Осылай кетеді. Короче, мен қызыл Ниваның пайдасын түсіндім жігіттер. Ниваға 10 бас тоқтын салып жерге болатын смелы. 28 болатын. Жалпы биыл осы жолы тоқтар арзан. Қойдың арасында жоғалып кетті дейміш мен. Негізі маркетинг осындай болу керек қой. Майда малдың арасы ірі қараны тығып жіберу керек. 130 дейді мынау қошқар жігіттер. Қалай қой таңдау керек деген темаға. Салмам жігіттер, қалайсыңдар? Мынау қазір мынау қойды тексеріп береміз. Ағалар келісті. Мынау қанша килограмм береді енді қазір?
30'dan жоғары береді ол. 30'дан жоғары береді. Бағасы қанша? Бағасы 55. Сонда почти 2000 теңге болып тұр ғой килограммен 1800-дей. Рахматты. А бұны қайдан білесің енді? Салмағы бар, жоқ, қанша килограмм екен? Неше жаста екен? Неше жаста екен оның? Түсін қарап білесің ғой. көрейікші, қаяқтан білесің 2 жас екен? Әне екі түс көрдің бе? Көрдіңіз бе? Екісі. Иә. А енді ол 2 жас деген сөз ба сонда? Иә. 4 жас болғанда не болады ол 2 жас? 4 жас деген ана болады, ана қосқыр. Ол Көрсетші. 4 жас болады. 4 жас болады. Сондай ма? Байлап тұр екен ғой. Бер, бұл көрсетсе басын. Көріне ме екен бізде қазір? Әне анада 4. Болды. Мынау 4 жас па или 3-4 жас бола ма? Ана 3 жас. Все. Сосын түсіп қалатын кездер болады ғой. Ол қай жастар уже? Сіз жоқ болса. Кәрі қойлар ғой. Жоқ, мал болмайды ол. Мынау 4 жас ба уже? А мынау 2 жас екен, е? Бұл да 2 жас. Екісі бар екен. Бұл меринос. Енді құйрық майды қарап семіздігін, арықтығын байқауға бола ма? Конечно болады. Жоқ. Меринос и так май жоқ қой. Құйрығынан белгілі ғой меринос. Арқасынан белгілі. Қабырғасынан ұстайсыз. Мынау базар жоқ, семіз екен бағанағы қойларды қараған кезде. Мынау құйрығын түсінбедім мен енді. Құйрығы бұлар мериностар осындай болады ма? Жоқ, мынаны семіздің қаяқтан көресің деген құйрығынан білесің ба? Майынан білесің. Ұстайсың ғой мұны? Да. Мынаның Бұл қазақ. жоқ, бұның семіздігін Қазақлар құйрыққа жинайды ғой көбінесе. Қабырғасынан ұстайсыз былайына, арқасынан ұстайсыз. Мына құйрық қазір қанша килограмм береді? 3-4 килограмм береді ғой. Жігіттер коронавируске дайындалам десеңдер осыны алып алып қойды. Анандай бар ана мериностар. Қозылар. Алар Да, бұны түсін көре салшы түсін. Алып көшеш көре. майда болады түсте. Андай болады. Қозыларын түсі майда болады. Мына қошқарды қанша деп жатсыздар енді? Қошқар 130 деп. Неше жас бұл? Неше жас? 3 жас ол. Мынау 2 жас, анау 3 жас. Бағана айттық қой. Мықтылығына қарай ғой, семіздігіне қарай бағасы. Бойына қарайсың. Жүзге ие болады дейсіз ба? Иә. Шаршап қалмай ма? Бір қашырған, 200 қашырған. Үйден туады. Бұл қошқар, короче. Бұл не порода? Инен көрдің бе? 2-ге бөлінген. Аха, 2 колокольчик, 2-ге бөлінген. Бұл егізден ұрықтаса дейсіз ғой? Иә, егізден туырады. Егіз болсы деді ғой. Бұл редкі шығатын нелер ма негізінде? Иә, редкі. А так не порода мынау? Қазақи? Бұдан Бұдан, е? смесный ғой қазір. Бұны қанша деп жатсыздар? Бұл да 130 деп. 100 дейді. А так мынандай бірдей болады ғой, короче. Енектері. Ғана қой, ана көрдің бе радиоста. Енек бөлек, жігіттер. Жігіттер негізінде қой бордақлайын сендер, 3 айдан астам жақсылап жем берсеңдер семіреді кейін. Негізінде қолдан кигенше қойдың енді мияқта көп салмаймын, ақты тар бой биіктеуін аласыңдар ғой. Енді іздейсіңдер арзан, мынамызға көріп соң іші көрініп тұр. Арық вообще осыларды аласың. Осыны аласың, сосын 3 айда қосасың салмақ. Сонда 3 айда грубо айтқанда 15 килограмм қосады ғой анық, 15-20 килограмм. Сол жігіттер, сауда болсын, қазақ бай болсын. Ардақты ағайын, міне бүгін сіздермен бірге болдық. Қолдан келгенше өте кеш келгеннен де көп адамдар мазаламайық дедік. Баяғыдай. Қойдың темасы осындай. Баға жалпы арзан, тоқтар 27 000 теңгеден оптым саудаласуға болатын сияқты. Ал енді ісек малдар сол 45-тің көлемінде. Қошқарлар өздеріңіз көрдіңіздер 100 бен 130-150-нің арасында тұр. Енді бұл жаңағы қошқарды қалай
жалпы қойдың салмағын қалай анықтау керектігіне қатысты берген ақпараттар қаншалықты рас өтірігін сіздер бізге айтыңыздар, пікірде бөлісіңіздер.